Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз металдардың қышқылмен реакциясы. Металдың қышқылмен реакциясы. Өткен сабақта біз металл деген ұғыммен танысқан болатынбыз. Металл ол электронын оңай беретін қосылыстар. Бүгін біз қышқыл деген терминмен танысамыз. Қышқыл деген сөзді мүмкін сіздер күнделікті тұрмыста көп жиі қолданасыздар және кездесесіздер, естисіздер. Бірақ негізгі бұны химиялық тұрғыдан қышқыл деген затты қалай түсінеміз? Жалпы қышқылдардың әртүрлі физикалық және химиялық бір қасиеттері бар. Мысалға, көптеген қышқылдардың дәмі қышқыл болады, иә? Мысалға, лимон қышқылы, сірке қышқылы, тағы да басқа, алма қышқылы, иісі болуы мүмкін. Көбісі бұлар сұйық болуы мүмкін, бірақ газды түрде кездеседі. Қышқылдардың енді химиялық қасиетіне келетін болсақ, қышқыл ол біз металды электронды оңай беретін деп айтатын болсақ, қышқыл электронды алатын қосылыстар көбінесе. Және негізгі бұның құрамы қышқылдардың сутектен және бір қышқыл қалдығынан тұрады. Яғни мұны біз А деп белгілейік. Бұл кез келген бір мына жерде бөлшек болуы мүмкін. Бірақ негізгі құрамында қышқылдың сутек міндетті түрде кездеседі. Мысалдар келтіретін болсақ, қышқылдарға күнделікті жиі кездесетін қышқылдардың бірі бұл сірке қышқылы. Біз бұны дәмдеуіш ретінде тамаққа қосамыз. Оның формуласы CH3COH. Бұл қышқыл мына сутектің болуынан және оған қосылған мына А деген бөлшек, яғни қышқыл қалдығынан тұрады. Оның белгілі бір қасиеттері бар, яғни дәмі бар, иісі бар деген сияқты, және қышқылдар химиялық реакцияда белгілі бір заңдылық бойынша жүреді. Оны біз қазір қарастырамыз. Тағы да өте жиі кездесетін қышқылдың бірі бұл H-хлор, тұз қышқылы. Бұл жануарлардың немесе адамның ағзасында, асқазанында қорытушы қышқылдың бірі. Бұндағы бізде сутек кездесіп тұр және қышқыл қалдығы бізде хлор болып тұр. Тағы да басқа біз күкірт қышқылы деген қышқылды білеміз. H2SO4. Бұнда сутек бар және қышқыл қалдығы бізде SO4, яғни сульфат. Күкірт қышқылы өте маңызды химиялық процестерде қатысады. Күкірт қышқылынан барлық, мысалға қазіргі пластмасса, бұйымдар, бояулар, мұнайды өңдеу, металдарды өндіру, тағы да басқа процестерде, салаларда қолданылатын өте маңызды қосылыс. Жалпы қышқылдардың жалпы қасиеті біз қазір оны бір реакцияда көрейік, металмен реакциясында көрейік. Табиғатта қышқылдар таза күйінде кездесуі сирек кездеседі. Көбінесе бұлар еріткіштерде, су сияқты еріткіштерде ериді. Яғни бұлар көбінесе сұйылтылған болады. Мысалға, біз тамаққа қосқан кезде сірке қышқылының ертінісін қосамыз. Яғни таза сірке қышқылын қоспаймыз, оның ертінісі сұйылтылған, оған су қосылады. Плюс аква. Не себепті су қосылады? Оның қасиетін, қышқылдық қасиетін төмендету, бәсеңдету үшін, себебі ол қышқыл күйдіргіш қасиеті бар. Тұз қышқылы біздің ағзамызда да концентрлі болмайды, оның құрамында судың концентрациясы болады, сондықтан ол да сұйылтылған болып есептеледі. Бүгінгі біздің келтіретін мысалдарымыз ол концентрлі емес, сұйылтылған қышқылдармен біз қазір мысалдар қарастырамыз. Металл, өткенде айтқан болатынбыз, таблицаны сатын болсақ тағы да. Өткен сабақта біз осы кесте бойынша металдардың осы кестенің сол жағында орналасатын, бейметалдардың оң жағында орналасатынын айтқан болатынбыз. Және металдар олар өздерінің электрондарын оңай беретін қосылыстар деп айтқанбыз, ал бейметалдар біреудің электрондарын алатын қосылыстар көбінесе. Активтілік бойынша да біз қарастырған болатынбыз. Металдар төменге қарай және солға қарай активтілігі жоғарылайды.
металл активті, ал оңға қарай және жоғары қарай металл пассивті болады. Яғни реакцияларға баяу қатысады. Қазір сұйылтылған қышқылдармен бір-екі мысал келтіретін болсақ, аш хлормен осы қышқылдың негізінде алатын болсақ, ең активті металдар ол литий, натрий және калий. Бұлар аш хлормен өте қарқынды реакцияға түсіп, нәтижесінде калий аш хлор болады, калий хлориді және сутек. Теңестіретін болсақ, сутек екеу, хлор екеу, калийді де екеу дейміз. Бұл металдардың барлығының реакциясы осыған ұқсас болады. Яғни бұл жерде қандай реакция типі жүріп жатыр? Калий сутектің орнын басты, яғни орын басу реакция типіне жатады. Бұл жердегі қышқылымыз бізде сұйылтылған, яғни құрамында су бар. Концентрациясын төмендету үшін. Оған қарамастан концентрациясы төмендегенмен де калий өте активті болғандықтан ол өзінің электронын бергісі келіп отырады. Сондықтан реакцияға жақсы түседі. Реакция дегеніміз бұл электрондардың алмасуы, яғни калий тез беруге асығады, аш хлор оны алуға асығады. Екеуі де активті болғандықтан реакция қарқынды жүріп, өте үлкен энергия бөлінеді жерде. Жылу ретінде. Бұл реакцияларды ешқашан сіздер өздеріңіз жасаушы болмаңыздар. Себебі қышқыл шашырап сіздердің денелеріңізге зақым тигізуі мүмкін. Ары қарай жүретін болсақ, екінші топ элементтері бізде кальций және магний бар. Бұл элементтердің активтілігі бірінші топ элементтеріне қарағанда төменірек, бірақ мына элементтер өте қарқынды жүрсе, реакция қауіпті. Ал кальций, магний жай қарқынды деп айтамыз. Яғни бұлардың жүру жылдамдығы жоғары, бірақ бірінші топпен салыстырмалы түрде кішкене төменірек. Соған қарамастан кальций мен магнийді қышқылға қосу өздеріңізбен бұны жасауға болмайды, себебі реакция өте қауіпті, қарқынды жүреді. Нәтижесінде кальций аш хлормен кальций хлориді және сутек бөлінеді. Теңестіретін болсақ, екі теңесті. Бұл жерде де бізде орын басу реакциясы, яғни кальций сутектің орнына келіп хлормен байланысты. Нәтижесінде сутек өзі шығып кетті. Бұл жерде де кальций электрон беруге асығады, аш хлор электронды алуға асығады, екеуінің арасында алыс-беріс болады. Нәтижесінде химиялық реакция жүреді. Ары қарай жүретін болсақ, бериллий. Жоғары қарай бізде активтілік төмендейді. Бериллийдің қышқылмен реакциясы бериллий хлориді түзіледі және сутек бөлінеді. Теңестіретін болсақ, екі қоямыз. Бұл жерде де орын басу реакциясы бериллий сутектің орын басады. Енді біз мына жердегі элементтерді алатын болсақ, яғни ортадағы топтағы элементтер. Бұларға мырыш, темір, мыс, тағы да басқа металдар жатады. Бұлардың барлығы металдар. Бұлардың активтілігі бірінші және екінші топ элементтерінен активтілігі төмен, яғни электронды беру қарқыны төменірек. Бұлардың егерде темір мен мырышты алатын болсақ, олар орташа активті металдар. Орташа активті. Ал мыс немесе алтын, бұлар пассивті металдар. Орташа активті металдар қышқылмен реакцияға түседі, баяу жүреді. Ал мыс немесе алтын сияқты металдар, пассивті металдар, сұйылтылған қышқылмен реакцияға түспейді. Яғни купрум плюс аш хлор сұйылтылған реакция жүрмейді. Дәл сондай сияқты алтынмен де реакция жүрмейді. Орташа активті металдармен, мысалға темірді алатын болсақ, темір плюс аш хлор сұйылтылған реакция жүреді, баяу жүреді. Феррум хлор
және сутек бөлінеді. Теңестіретін болсақ, мұнда 2 қоямыз. Барлық металдардың активті болсын, орташа активті болсын, қышқылмен, сұйылтылған қышқылмен реакциясының жалпы механизмі, яғни ұқсас. Қалай? Барлығы орын басу типіне жатады, және нәтижесінде барлығына сутек бөлініп жатыр. Мұнда да сутек бар, мұнда да сутек бар, мұнда сутек бар, мұнда да сутек бөлініп жатыр. Яғни, тағы да бір қасиет, металдар қышқылмен әрекеттескенде көбісі сутек бөле реакция жүреді екен. Оның сутек екенін білу үшін біз оған шыраны жақындататын болсақ, жағатын болсақ, ол пах деген жарылыс дыбысын шығарады. Нәтижесінде оның сутек екенін білеміз. Сонымен, оқушылар, бүгін біз металдардың қышқылмен реакцияларын қарастырдық. Қышқылды біз қарапайым HA деп алатын болсақ, H дегеніміз бұл сутек, A дегеніміз кез келген қышқыл қалдығы. Өте тұрмыста жиі қолданатын қышқылдарымыз бұл сірке қышқылы, тұз қышқылы, күкірт қышқылдары. Бұларды көбінесе біз сұйылтылған күйінде қолданамыз. Және олардың металдармен әрекеттесуі бұл металдардың активтілігі немесе пассивтілігіне байланысты. Активті металдар өте қарқынды реакцияға түседі, жоғары энергия бөлінеді, өте қауіпті реакциялар. Орташа активтілер, мына жердегі элементтер, орташа активтілер, олар баяуырақ жүреді, пассивті элементтер мүлдем сұйылған қышқылдармен реакцияға түспейді. Сонымен, оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.